достар, баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода мындай пластик терезелердегі мындай пленкасын қалай тазалау керек, соны айтатын боламыз. Біз мынаны қолмен тазалайын десең, вообще не получается. Қанша нетіп көрдік, алынбайды. Қалай алатынымды білмей, енді сол лайфхактармен сіздермен бөлісемін. Бізге ең алдымен мынандай канцелярский нож керек болады. Онымен біз мынандай қабырғалардың шеттерін кесіп шығатын боламыз. Абайлап кесеміз, обойларға тиіп кетпеу үшін солай кесіп шығамыз. Аккуратно. Енді біз бұл обойды феннің көмегімен қыздыратын боламыз. Менде мынандай обычный фен шаш кептіретін. Осыны мынандай регулировка жасайтын жеріне ең ыстық температураға қоямыз да, соны қосып енді қыздыратын боламыз. Енді осыны пышақпен жай былай істесек, оңай алынады. Ұшын осылай шығарып аламыз и қолмен тартатын боламыз. Солай оңай алынады. Ең шеті болғандықтан кішкене алыну қиындау болып жатыр. Негізі оңай алыну керек. Не осылай фенмен қыздырып алып, оны былай тартсаңыздар алынады. Бізде мына пленкаларымыз кесіліп кеткен болғандықтан алған кезде үзіліп кетіп жатыр. Егер бір тегіс болса, және бір айтатын нәрсе, фенмен қыздырудан алдын терезенің шаңын жақсылап сүртіп алыңыз, өйткені фенді қосқан кезде желмен шаңның бәрі ауаға ұшады, және де мусорлар болса көзіңізге кіріп кетуі мүмкін. Сол жағынан мұқият болыңыздар. Жалпы бір терезені тазалауға менде 15 минут уақыт кетті. Ақпаратым пайдалы болды деп ойлаймын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.